Тамыз толған айдан басталып, толған аймен аяқталады. Бұл 2-3 жылда бір келетін біршама сирек оқиға. Бір күнтізбелік айдағы екінші толған айды әдетте көгілдір ай деп атайды. Оның 2-3 жылда қайталанатын себебі айдың бір айналымы орташа күнтізбелік айдан сәл қысқа. Сөйтіп ақыры ай күнтізбелік айдың тура басында толады да, жерді толық бір айналып шығуға жеткілікті уақыт қалады. Міне көгілдір ай. 30 тамыздағы көгілдір ай сонымен қатар супер айда. Ай орбитасы мінсіз шеңбер емес, сондықтан ол кейде жерден сәл алысырақ, ал кейде сәл жақын. Перигей деп аталатын ең жақын нүктеде ол, ең алыс апогеймен салыстырғанда 14%-ке жақынырақ. Жылына шамамен 3-4 рет айдың толық фазасы оның перигейде болуымен сәйкес келеді, және осы оқиғаны супер ай дейміз. Ол әдеттегі толған айдан сәл үлкендеу әрі жарықтау, бірақ айырмашылық көзге онша байқалмайды. Осы екі ерекше толған айдың ұштасуы супер көгілдір ай түседі, ол орта есеппен шамамен 10 жылда қайталанады. Дегенмен 2018 жылға ай тұтылуымен сәйкес келген супер көгілдір қызыл ай естеріңізде шығар. Тамызда 2 толған айды тамашалаңыз. Екіншісі әдеттегіден үлкен не көкшіл болып көрінбесе де, оның ерекшелігін біле жүріңіз.